Ал, құрметті студенттер, Қазақстан тарихынан кезекті лекциямызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алтын Орда кезеңіндегі Қазақстан тарихы. Осы мәселеге байланысты сендердің білетіндерің не нәрсе? Қолдарында оқу кешені бар. Университеттің кітапханасында дәл осы Қазақстан тарихына, соның ішінде Алтын Орда кезеңіне қатысты 10 шақты түрлі оқу құралдары, әдебиеттер бар. Осыларды оқып, біліп, танысып аласыңдар. Ал мен бұл мәселеге байланысты соңғы ғылыми теориялық тұрғыда, методологиялық тұрғыда қалай көзқарас жасаймыз. Осы жөнінде біз әңгіме айтатын боламыз. Енді тарих ғылымының бір функциясы ақиқатты айту деген, бір миссиясы, ақиқатты айту. Яғни қандай жағдай болғанда да ақиқат айтуымыз керек. Біз дәл осы қағиданы ұстанатын болсақ, Алтын Орда кезеңіне қатысты қандай ақиқаттар бар бізде айтылмай қалған. Міне осы мәселе. Соңғы 15-20 жылдың көлемінде Алтын Орда тарихы осы әуелі Қазақстанда, сосын посткеңестікте, сіздің аумағы, және әлемдік деңгейде үлкен қызу ғылыми пікірталасқа өзек болып отыр. Неге бұлай? Өйткені арғы бергі тарихта қаншама империялар болған. Ал сол империялардың арасында Алтын Орданың қазіргі қоғамның қалыптасуына жасаған ықпалы орасан зор. Осы тұрғыдан алып қарағанда ғалымдар да, саясаткерлер де, мемлекет басшылары да үнемі осы мәселені алға тартып отырады. Енді Алтын Орда ұлан-ғайыр мемлекет, үлкен империя. Ал ол ыдырады тарихи себептерге байланысты. Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі кезде қазіргі заманғы ғалымдар, қазіргі заманғы Алтын Орданың аумағында пайда болған, қалыптасқан алыбы бар, кішісі бар мемлекеттер Алтын Орданың мұрагеріміз деген нәрсені анықтай алмай отыр. Қазақстанның аумағында Алтын Орданың Сарайшық деген астанасы, Сығанақ деген астанасы болды. Алтын Орданың қандай қазақ жерінде жерленді. Ал осыны алып біз Қазақстан Алтын Орданың мұрагеріміз деп ойлаймыз. Ал Ресей жоқ, Алтын Орданың мұрагері біз дегенді айтады. Мына жақта татарлар да Алтын Орданың мұрагері біз деген ғылыми тұжырымды ұсынады. Енді оның барлығы өз алдындағы бөлек әңгіме. Мынау өткен сабағымызда айттық, біз Қазақстанның тарихы, қазақ халқының тарихы тәуелсіздік жылдармен ғана басталады деп, 20 ғасырмен басталады деп. Ал енді бұл концепция ары қарай ұзартылып, қазақ хандығы құрылған 15 ғасырдан басталады деп айтылып келе жатыр. Ал мынау біздің қазақ жеріндегі тарихты қазір ресми түрде жошы ұлысынан бастап келе жатқан жағдайымыз бар. Жошы ұлысы қазақ деген атпенен қазақ этносының, халқының, мемлекеттілігінің қалыптасуының бастапқы нүктесі деген тұжырым бар. Осыған сәйкес жошы ұлысы деген арнайы институт құрылды, тағыстырады. Енді осы Алтын Орданың қалыптасуы және қызметі деген мәселе, оны өздерің білесіңдер. Осы Алтын Орданың қалыптасуы мен қызметінің тарихында үлкен тарихи оқиғалар болды. Сол тарихи оқиғалардың ішінде жошы ұлысының ислам дінін қабылдауы деген үлкен бір өзекті мәселе. Жошы ұлысы Алтын Орда алып империя болып тұрған кезде
ол мемлекеттің діні қандай дін болса, сол дінді ұстанған халықтарға ол қамқорлық жасайды, оның мәдениетін өркендетеді деген ұғым қалыптасқан. Осыған сәйкес Алтын Орданы жошы ұлысының хандарын алдында тұрған міндет қай дінді қабылдаймыз. Осындай кезде Жәнібек хан ислам дінін мемлекеттік дін етіп жариялады. Бұның үлкен тарихи маңызы бар деп есептейміз. Енді мынау Алтын Орданың тарихы бұрыннан жазылып келе жатыр, бізге белгілі сияқты. Бірақ бұл тарихтың жаңалығы неде? Міне, жалпы тарих ғылымындағы жаңалық қалай пайда болады? Тарих ғылымындағы жаңалықтың пайда болуына екі жағдай ықпал етеді. Біріншісі методологияның жаңаруы, яғни мемлекеттің ұстанымының жариялануы, ұстанымының өзгеруі. Екінші, тың тарихи деректердің айналымға шығуы. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің төл тарихымызға, отан тарихымызға деген өзіміздің Ресейден коммунистік, партиялық, маркстік, лениндік методологиядан бас тартып, өзіміз тәуелсіз тарихымызды жаңғыртып жатқан кезде біздің методологиямыз жаңғырды. Бұл ең басты себептер. Екінші, 2001 жылдан бастап Қазақстанда мәдени мұра деген мемлекеттік бағдарлама қолға алынды. Бұл мемлекеттік бағдарлама 3 кезеңнен тұрды. Осы әр кезеңінде қазақ тарихы, мәдениетіне, өнеріне қатысты шетелдік архивтерде, кітапханаларда, музейлерде қандай деректер бар, соларды іздеп табу, мүмкіндігінше олардың көшірмесін елге әкелу. Міне, бұл біздің тарихымызды, жалғыз Алтын Орда тарихын ғана емес, жалпы қазақтың тарихын тың деректермен байытқан жағдай болды. Дәл осы еңбегі үшін, осы бастамасы үшін біздің тарих ғылымы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарыздар деп айтып кетсек болады. Ендігі мәселе осы Алтын Ордаға қатысты. Алтын Орданы ресейлік тарихшылар өте жабайы, дөрекі, қатыгез деген сипаттап, мазмұнда сипаттап келген. Ал қазіргі деректерде, мысалы, Венецияның архивтерінен, Ватиканның архивтерінен құнды деректер табылып жатыр. Ол деректерде Алтын Орданың хандары Ватиканда сол өзінің қарым-қатынасын, халықаралық қарым-қатынасын реттейтін құжаттар жіберген. Хаттар, құжаттар табылып жатыр. Ал ол хаттар, құжаттар қай тілде жазылған? Әрине, латиницада емес, Алтын Орданың сол кездегі тілі қыпшақ тілінде жазылған. Қыпшақ тілі дегеніміз қазақ тілінің бастамасы, білесіңдер ғой. Міне, дәл осы сияқты араб, парсы жазбагерлері де Алтын Орданы көп аралаған, сол Алтын Орданы аралаған жаңағы араб парсы тарихшыларда үлкен еңбектер қалдырған. Олардың барлығында ғылыми айналымға шықты. Осылайша біз Алтын Орда деген үлкен кезеңді, жошы ұлысы деген алып империяны біз оның тарихын ғылыми тұрғыда қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Бұны реконструкция дейміз. Міне, осы ғылыми реконструкция дегеннің мәнісі не? Оның мәнісі тарихты жалғанынан ажырату, ақиқатын айту. Міне, осы жерде сендерге бір 2-3 мысал келтірейін. Мынау ертеректе мен қабылдау комиссиясының апелляциялық комиссия дегенде жұмыс жасадым. Сонда бір абитуриент Қазақстан тарихынан 29 балл жинапты. 30-шы сұрақтың жауабына апелляция беріп отыр. Бір сұраққа бола апелляция беріп отыр. Ол қандай сұрақ? Ол сұрақ отырар
Моңғол шапқыншылығынан қанша ай қорғанды? 5 ай, 5,5 ай, 6 ай, 1 жыл, осындай 5 түрлі жауап. Ол 6 ай қорғанды деген жазып қойған. Сендердің жауаптарың қайсы? 6 ай еді? 6 ай, иә, дұрыс. Сендердің де дұрыс. Ал сол кездегі 7-ші сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығында 5,5 ай қорғанды деп жазылып тұр. Ал тестті құрастырғандар әрине сол оқулықтың негізінде құрастырады ғой. Сосын жаңағы абитуриенттен мен сұрадым. Ал сен осы 6 ай дегенді қайдан алдың десем, ол айтады ғой, Мұхтар Шаханов көкем солай деп жазған дейді. Енді бұл жерде жаңылыс болып тұр. Ол жаңылыс көркемдік шындықпенен тарихи шындықты ана абитуриент шатастырып отыр. Иә, сен не дейсің? Жоқ, негізі кітап бойынша да 6 ай деп қойылған. Енді ол кейінгі өзгергендер болу керек. Так, міне, бұл мынау тарихи ақиқат пенен көркемдік ақиқат екеуінің шатастырылуы. Енді сендер сендер мына мәселеге назар аударыңдар. Шыңғысханның жорықтары, Алтын Орда тағысындағыларға байланысты қазір Қытайдың, Ресейдің, шетелдің түсірген фильмдері бар. Сол фильмдердің сендер қайсысын көргендеріңді білмеймін. Қытайдың түсірген 30 сериялы Шыңғысхан фильмі ол тұтастай кезеңді қалпына келтірген. Ал енді сендер қазір ютубтарында бар, ол тартып шықсаңдар болады. Мынау Орда деген фильм. Осы фильмді сендер көріп шықсаңдар болады. Өйткені оның ішінде христиан дінінің өкілі, өзбек ханның шешесі көз көрмей қалады да Ресейден бір топты алдыртады. Қысқаша фабуласын айтайын. Ал сол поп сарайшыққа келіп, жаңағы кімнің шешесінің көзін жазады. Қанша азаптауларды көріп, басқа. А енді осы жерде орыстың режиссерлары концепциясы мүлде ұнамайды. Сарайшық деген қала үлкен қала болған сол кезде 14-ші ғасырда үлкен қала болған. Ал осы үлкен қалада оны жаңағы сазбашықтан салынған, жылқының малдың тезегінен батқан, кір қожалар, сондай етіп көрсетеді. Ол жерде Алтын Орда халқына адам жегі шығып көрсеткен ғой. Иә, осындай жерлері бар. Міне осыны көрген Ресейдің халқы қалай көреді? Алтын Орда осындай болған екен деп. Ал тіпті ертеректегі Ресейдің мектеп оқулықтарында Шыңғысхан жорығы кезіндегі моңғол татарлардың адамның етін жеуі деген нәрсені оқу иллюстрациясы суретін салып қойған. Сондай адамның санасын өзгертуге. Бұл енді айтайын отырған қорытынды ретінде осы көркемдік шындық деген бар, ғылыми ақиқат деген бар. Шындық барлығындікі де шындық көп, бірақ ақиқат біреу. Ақиқат деген ол ешқандай өзгеріске түспеген, нақты деректермен дәлелденген болмыс. Сондықтан да сендер жаңағы көркем әдебиеттегі, болмаса фильмдегі біздің өзіміздің төл тарихымызды шынымен осылай болған екен деп қабылдай бермеңдер. Сендер ақиқатты өздерің іздеп табуларың керек. Енді теологсыңдар, білесіңдер, көпшілік әлі араб тілін оқитын боласыңдар. Сол кезде арабтың жазбагерлері өте жақсы жазған дүниелер бар. Мысалға, Ибн Баттута деген арабтың жиһангері өзбек ханның қабылдауында болған. Бұл 1356 жылдар. Сонда